Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге аппетитка салатының дайындау жолын ұсынатын боламын. Тәбетті ашатын, нанға жағып жеуге болатын сондай дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде қазіргі уақытта дайындап жауып алыңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерді тазалап, жуып, дайындап аламыз. Бұл жерде 3 кг қызанақ және 2,5 кг болгар бұрышы, тәтті бұрыш және 500 г мөлшерінде сәбіз, 2 бас сарымсақ, жаңағы чеснок дайындап қойдық. Алдымен осы қызанақты, сәбізді және де чеснокты үшеуін ет тартқыштан өткізетін боламыз. Қызанақтың қабықтары ет тартқыштың жаңағы түбіне тұрып қалмас үшін осылай арасында сәбізді өткізіп жіберсеңіздер болады. Қызанақ пен сәбізді өткізіп болғаннан кейін жаңағы дайындап қойған чесногымызды өткізіп аламыз. Енді барлығын араластырып, осы 3 затты араластырып, яғни қызанақ, сәбіз және де чеснокты араластырып алып, газға қоямыз отқа. Енді осылай қайнай бастаған кезде жарты сағат қайнататын боламыз. Яғни осылай қайнай бастаған кезден бастап есептейміз. Жарты сағат уақытқа қалдырамыз баяу отта. Енді келесі кезекте тәтті бұрыштарымызды тартып аламыз. Одан кейін жарты сағат өткеннен кейін осылай жаңағы қайнап жатқан массамызға қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, тағы да жарты сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Яғни қайнатамыз баяу отта. Жарты сағат қайнағаннан кейін 200 г қант, 100 мл сұйық май құямыз. Бұл бізде жаңағы салатқа қосымша дәм беру үшін және де 2 ас қасық толтырып тұз салатын боламыз. Бұл заттарды қосқаннан кейін 5-10 минут қайнату жеткілікті. Және де кішкене 5 минут қайнатқаннан кейін пісуге 5 минут қалған кезде уксус, яғни сірке қышқылын қосамыз. Осылай жақсылап араластырып жібереміз. Енді кезекте сірке қышқылын қосамыз. Яғни сірке қышқылын қосқаннан кейін 1 шай қасық 5 минут көлемінде ғана қайнатып аламыз. Енді осы кезде алдын ала дайындап жуып қойған банкаларымызды стерилдейміз. Немесе алдын ала стерилдеп, қақпағын жауып қойсаңыздар болады. Қақпағын да стерилдеп жібереміз. Және де салатқа неғұрлым осындай кішірек банкалар болғаны жақсы. 1 литрлықтан бастап төмен қарай, яғни жарты литрлық, 250 грамдық та болады. Осылай енді ыстық бетінде құятын боламыз стерилденген банкамызға. Стерилдеу үшін жаңағы ыдысқа біраз су құйып, қайнатып, банкаларды бетіне жауып, қойып, жаңағыдай төңкеріп, қақпақтарында салып 15 минут көлемінде қайнатып аламыз. Осылай ыстықтай қақпағында ыстықтай жауып, қатты жаңағы орамалмен ұстап осылай қатты жабамыз. Сонда біздің салаттарымыз ұзаққа шыдайтын болады. Міне осындай бірнеше 3,5-4 литр көлемінде шығады. Нанға жағып жегенге өте жақсы, әрі дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.